Торобай аға, сізге көңіл айтамыз. Отбасынан кешірім сұраймыз, осындай жағдайда болып қалғанына, иә. Қалиахмет Дидардың мүддесінде. Айтыңызшы, сіз жаңа айтып отырсыз, мәшинемен қызғылт түсті оранжевый дедіңіз, иә. Мәшинемен 3 жігіт келді. Сол 3 жігіттің бірі менің қорғауымдағы Қалиахмет Дидар болып деді. Сіздер олар келгенде далада тұрдыңыздар ма? Үшеуі келгенде? Иә, далада тұрдық. Далада тұрдыңыздар. Үшеуімен де амандастыңыздар. Иә, амандастық. Ағасымен жаңағы қасында болған. Ол Нұрғанат сөйлесті. Иә, сөйлесті. Дидар сол кезде орталарына сөздеріне кірісіп, бір дөрекілік көрсетті ма сол жерде? Жоқ. Енді ары қарай айтыңыз. Бәріміз бейнетаспадан көріп жатырмыз ғой, интернетте жүріп жатқан. Сіздер дүкенге кіресіз, олар дүкенге кіреді, ішінен сыра алмақшы болады. Сіз келесіз. Сатпаймын деп айтам, шығыңыздар деймін. Сатпайсыз, осы жерде сіз сатпаймын деп айтқанда Қалиахметтің тарапынан бір дөрекілік болды ма сізге? Маған ба? Иә. Жоқ. Болған жоқ. Ол шықпаймын деп. Жоқ, ондай 3 жігіттен де ондай іс-әрекет болған жоқ. 3 жігіттен де ештеңке болған жоқ. Үшеу далаға шықты, артынан сіз айтайын. Мен айтайын, үшеу далаға шықты. Ана акцент автокөлігі артқа қарай жүрді. Жас бала айтады. Ана жігіт қасына қызыл галошта болды ол жігіт. Сол жігіт қарады да, соны ана автокөлікке барып отырды ғой деймін. Мына жігітті білмеймін, бұл да артқа қарай кетіп, бірақ қайтадан қалай о жақта жүрген мен білмеймін. Бейнетаспада Қалиахмет... Оны айтудың қажет жоқ. Бейнетаспаны зерттесек. Жауап сұрақтарыңыз болса қойып алыңыздар, содан кейін зерттейміз. Бопты. Егер сұрағыңыз жоқ болса, онда басқа қорғаушыларға беріңіз. Құрмет сот, кешіңіз.